Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге үй жағдайында өте дәмді әрі оңай жасалынатын сникерс рулеттің рецептісімен бөлісемін. Ешқандай сливки, творожный сыр қолданбай-ақ өте дәмді етіп жасауға болады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, рецепті сақтап алуға кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен жұмыртқамызға шекерімізді салып, миксердің жай жылдамдығымен жақсылап тұрып массамыз біркелкі болғанша араластырамыз. Оның үстіне сұйық майымызды қосамыз, тағы да жақсылап араластырамыз. Содан соң дәміне қарай аз ғана тұз саламыз. Жақсылап миксермен араластырамыз. Келесі кезекте какаомызды, ұнымызды және де қамыр қопсытқышымызды салып, жақсылап тағы да миксерлейтін боламыз. Біздің массамыз дайын болды. Дәл видеодағыдай қоюлықта болуы қажет. Содан соң арнайы формамызға пергамент қағазымызды салып, осы массамызды құйып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған печкеде 180 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. Достар, көріп тұрғандарыңыздай біздің бисквитіміз дайын. Ыстық күйінде таза полотенцемен жақсылап тұрып орап қоямыз. Толықтай суытып алуымыз қажет. Біздің бисквитіміз суығанға дейін біз кремін дайындап аламыз. Ол үшін осындай вареный сгущенка, оның үстіне орехымызды салып, жақсылап араластырамыз. Бисквитіміз толықтай суыды. Енді оны полотенцеден алып, жаңағы кремімізді ортасына жағатын боламыз. Бисквиттің шеттеріне өте көп крем жағудың қажеті жоқ, себебі қазір рулетімізді ораған кезде жандарынан креміміз ағып кетуі мүмкін. Сол себепті мен ортасына ғана кремді жағып жатырмын. Кремімізді жағып, рулетімізді орап болғаннан соң міндетті түрде тоңазытқышқа 15-20 минутқа қойып қоямыз. Ендігі кезекте шоколадный глазурымызды дайындаймыз. Ол үшін шоколадты ертіп аламыз. Оның үстіне сұйық майымызды, орехымызды салып, жақсылап араластырамыз. Қалаған шоколадтарыңызды қолдансаңыздар болады. Осы шоколадный глазурымызды рулетіміздің үстіне құйып шығамыз. Мен астына пергамент қағазын төсеп қойдым, себебі осылай жандарына ағып кетуі мүмкін. Шоколадный глазурды құйып болғаннан соң міндетті түрде тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып алуды ұмытпаңыздар. Біздің рулетіміз дайын. Енді сіздерге кесіп көрсететін боламын. Өте жұмсақ әрі нәзік болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Дәмі өте дәмді болып шығады. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, астына комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.